Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге керемет ашық сабақтың үлгісін көрсеткім келеді. Бұл ашық сабақ ерекше үлгіде, креативті, жүйелі түрде жасалды. Бірінші қымырсынан бастайын. 5-ші сыныпқа арналған ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану бөлімі бойынша тақырыбы ондық бөлшектер. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу, ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. Оқу мақсаты 5, 1, 2, 30-шы ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке бөлуді орындау. Сабақтың мақсаты одан кейін ұйымдастыру кезеңі, абай атамыздың батасымен топтарға бөлу, үй тапсырмасын тексеру принтер әдісі арқылы. Сосын мына жерде практикалық тапсырмалар бар, топтық тапсырма, функционалды сауаттылыққа байланысты. Одан кейін бал жинау әдісі бар, яғни жұмыс парақтары арқылы. Одан кейін кітапхана әдісі арқылы жеке жұмыс орындайды оқулықтан. Сосын Learning Apps арқылы сабақты бекітесіздер, рефлексия аласыздар. Learning Apps негізі QR код арқылы жасалған. Енді слайдын көрсетейін. Сіздерге айтқанымдай, бұл сабақта барлығы бір слайдтың ішінде. Яғни слайдты қосып қойып өте бересіздер. Ішінде жасанды интеллектте, жеке жұмыста барлығы бар, топтық жұмыс, жұптық жұмыста. Енді сабақты көрсетейін сіздерге. Пока слайдқа басасыздар да, мына сын начала десеңіздер. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызда біз математиканың қызықты да маңызды қырларымен танысамыз. Математика логикалық ойлауды дамытатын, дәлдікке, ұқыптылыққа және оймен жұмыс істеуге үйрететін ғылым. Ол бізге тек есеп шығаруды ғана емес, өмірде кез келген жағдайды дұрыс талдап, шешім қабылдауды үйретеді. Сондықтан бүгін сабаққа бар ынтамен қатысып, әр есепті мұқият шығарып көрейік. Қиындық кездессе қорықпаңдар, себебі әрбір талпыныс сендерді жетістікке жетелейді. Бір-бірімізді тыңдайық, көмектесейік, пікір алмасайық. Бүгінгі сабақ бәріміз үшін жемісті, пайдалы әрі көңілді өтеді деп сенемін. Бәріне сәттілік тілеймін. Кейін жағымды психологиялық ахуалды қалыптастыру үшін абай атамыздың керемет батасы беріледі. Оған дейін мына жерді ашып, оқушылар бір-біріне айтса болады ма тілектерді. Мінекей осындай сөздер шығады, керемет сөздер. Сосын абай атамыздың айналайын балақайларым, зейіндерің айналайын балақайларым, зейіндерің топқа бөлінуде осы жерден әжені баспайсыздар. Асықты басу керек. Бірінші топ, екінші, үшінші топ деп осылай топқа бөлінеді балалар. Яғни сіздің оқушының санына қарап та бұл жерде. Мына жерде мысалы 24 оқушы болса, осы 3 топқа бөлінеді 8. Ал сізде 15 оқушы болса, мына асықтарды өшіріп тастай аласыз. Вырезать етіп өшіріп тастайсыз мысалы. 15 оқушы болса, бірінші топтан 5 оқушы, екінші топтан 5, үшінші топтан 5 оқушыны қалдырасыз да, қалған керек еместер өшіріп тастайсыз. Сосын топқа бөлінгеннен кейін үй жұмысын тексеру принтер әдісі арқылы. Бұнда бір слайдтың ішінде шықпайсыздар. Сосын біз келесіне өтесіздер, үй жұмысын тексересіздер. Үй жұмысын тексеру деп жазып қоямын. Одан кейін миға шабу әдісі, апамның сандығы, бұл жасанды. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерге алтын сандық әкелдім. Ішінде тапсырмалар жасырылған. Мінекей. Nerede ajemiz söyleydi. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерге алтын Одан кейін практикалық тапсырма, 3 топтың тапсырмасы оқушылар шығарады, дескриптивмен сосын жауаптарды тексереді. Мына бірінші топ, мына екінші, үшінші топ. Мына бір, одан кейін екі, одан кейін үшінші топтың жауаптары көрсетілген. Так, ары қарап бал жинау әдісі жұптық тапсырма. Бұл да слайдтың ішінде жұмыс парағын шығарып берсеңіз болады. Пока deyapsiz. Дескрипторы бар. Одан кейін жұмыс бал жинау әдістерінің есептерінің жауаптары тақтада көрсетілген. Кітапхана әдісі арқылы жеке жұмыс шығарады балалар. Мына енді үлкейтіп көрінеді ғой енді тақтада. Барлығы оқулықтан алынған. Сосын оқушылар кітапты таңдап сұраққа жауап беріңдер. Апай сөйлейді. Сосын есептерді шығарады. Тақтаға әр топтан бір оқушы немесе жеке орында отырып, кейін барлығы не қансы сіз өзіңіз тексере берсеңіз де болады. Болмаса бәрі шығарып болғаннан кейін енді жауабынан кейін көрейік. Сол экранда көрсетсеңіз болады. Сосын сабақты бекітуге Learning Apps алдында QR кодпен кірсе болады. Немесе сілтемені басса, осы жерден прямо кіріп кетеді. Дескрипторда жазылған. Қазір көрейік кіріп. Мінекей бастыға сілтемен басқан екен сіздерді
осылай неге кіргізеді, ойынға кіргізеді. Мінекей ойынға кірді. Енді ары қарап мына ойынды ойнайды. Мысалы үшін 1/56 шығу үшін мына жерде мысалы үшін 607-ні 10-ға бөлсек қанша болады? 60,7 кругты басасыз да, сосын мына жерді бассаңыз пазлдар ашылады. Мысалы 20/7-ні бөлеміз 9-ға. Қанша болады? 2,3 болады ма? Апарасыз да, мысалы 20 сіз мысалы қай есеп шығардыңыз? 49,6-ны 4-ке бөлсек қанша болады? Мысалы 12,4 бола ма? Мына осылай ашылады. 9,2-ні 4-ке бөлеміз. 2,3 болады, осылай бөлеміз. Тағы да бар, мысалы үшін 60,7 шығады, мына жерде бар, иә. Мына жерде 15,6-ны 10-ға бөлсек 1,56 болады, 100 болады. Осылай мына бөледі оқушылар. Жауаптарға төбедегі. Осылай бүйтіп телефонмен істесе де болады, болмаса үлкен тақта ашып орындаса болады. Мынаның бәрі ашылады пазлда. Сосын мұны орындап болған соң шығып кете саласыздар да бүйтіп. Мына скрипт бар, ең бағалау. Мысалы сіз бұл жерге жазып қоясыз слайдыңызға. Оқушының аты жөні жазылады. Мысалы мына неше балл алды, сондай сіз басып қоясыз да бағалайсыз. Өздерінен қағазға беріп қойыңыз да бағалауда. Сосын осы жаққа жазғызып қоясыз. Мысалы мына жерде аттарын жазуға болады. Мысалы Мақсат, Айым, Малика деп. Осылай жазасыздар да. Сосын Арайлым, Бексұлтан деп осылай жазасыз. Басып шығасыз, ең соңында бағалай саласыз. Мына 10 балл алдың сендер. Сіз оқушыңыз көп болса, мына екінші слайдында да бұл жерге де оқушылардың аты жөнін алдына жазып дайындайсыз. Яғни сыныбыңызда неше оқушы бар екенін білесіз ғой. Оның бәрін алдына жазасыз да, ал оқушылардың қанша балл алғанын қағазға, параққа беріп қойыңыз да оқушыларға. Сонда сізге өте оңай болады. Олар сабақ бойында парақта бір-бірін бағалайды, сіз де бағалайсыз, иә. Сосын мына осы жерге қоясыз да бағалай саласыз. Менің сұрағым түсінбедім. Ал кері байланыстаған кезде осы әдісті алайық. Бұл жерде барлығы түсінікті. Барлығы түсінікті деген көп басты оқушы мына. Мына жерде 1, 2, 3. Барлығы түсінікті. Көрдіңіз бе? Мына жер бассаңыз тоқтайды мына. Ал сұрағым бар десе? Менің сұрағым бар. Сұрағым бар десе осылай шығады. Сосын тоқтатасыз мына. Түсінбедім десе? Мен тақырыпты түсінбедім. Осылай шығады. Яғни барлық сабақты түсіндім деген көп басса, Барлығы түсінікті. Осы барлық бір слайдтың ішінде жасанды интеллект арқылы жасалған жұмыс барлығын жеке жіберемін. Осы 3-ақ нәрсе, яғни барлығы бар ішінде. Топтық жұмыста, бағалауда, кері байланыста барлығы бірінің ішінде. Егер жекелей керек десеңіздер, жекеме шығасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Саламат болыңыздар. Егер ашық сабақ сіздерге ұнаса, менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар, бағасы қолжетімді, өте креативті, жүйелі жасалған ашық сабақ.